Сәлеметсіздер ме? Тағы да бағалаудың түрін көрсеткелі отырмын. Қолдан жасап, мынадай артына қызыл жіп, алдында ақ жіп, мынау жіп жай ғана қолменен жасалған дүние. 1-ден 10-ға дейін өздеріңіз білесіздер, балдарымыз 1-ден 4-ке дейін күнделік кезекті де қызыл болып белгіленіп тұрады, білесіздер. Одан кейін 5, 6, 7-міз бізде сары түспен белгіленіп тұрады. Ал енді 8, 9, 10-мыз жасыл түспен белгіленіп тұрады. Енді балалар қалай жұмыс жасайды? Дескриптор балаларға нақты беріледі ғой сабақта. Енді дескриптордың қадамдарымен балалар тапсырмаларды орындай бастайды. Сол кезде бір бал алған кезде, мына жіп артынан тартсаңыздар, артынан тартылады. Мінекей қызыл жіп шықты, мінекей бір балға келді, жылжып жатыр, қараңыздар. Одан кейін міне тартып отырды, 2 болды, 2 балын алды бала. Одан кейін тартсаңыздар, міне өшіп кетіп бара жатыр, қызыл жіпті қарасаңыздар. Мінекей 4, 5, арт жағынан тартып отыра бересіздер, мінекей 6, одан кейін мінекей 7, 8, 9 және ең жоғарғы бал 10 балға жеткен кезде, мінекей көріп отырсыздар, яғни қызыл жіп. Бұл енді термометр ғой, соны өзімізше бағалауға айландырып алған түрім менің. Егер пайдасы болса, осылай жасап алып қолдансаңыздар болады. Әрине, мынаны әдемілеп компьютерден де жазып шығарып алсаңыздар болады. Мен әзірше бірінші көрсеткенім ламинаттап алғам.